Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен құрамы бар жоғы 2 заттан тұратын үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осылай 2 бананымызды жақсылап бөліктерге бөліп, турап аламыз. Кейін осы банандарды тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Тоңазытқышта кем дегенде 2 сағат тұруы қажет, я болмаса 1 тәулік ұстасаңыздар болады. Егер көп мөлшерде балмұздақ шығарғыңыз келсе, онда описаниеда тұрған ингредиенттердің көлемін көбейтсеңіздер болады. Мен банандарды тоңазытқышта 1 тәулік ұстадым. Кейін осылай блендерлейтін ыдысымызға салып, барлығын жақсылап блендерлейтін боламыз. Үстіне міндетті түрде салқын 100 мл клейге құятын боламыз. 33% болуы керек міндетті түрде. Барлығын жақсылап осылай блендерлеп аламыз. Бұл балмұздақтың құрамына ешқандай қант қосылмайды. Бананның құрамында қант болуына байланысты ешқандай қант қоспай-ақ бұл балмұздақ өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге де, яғни үлкен кісілерге де, жас балдарға да ұнайтынына сенімдімін. Расымен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде үйдегілеріңізге дайындап көріңіздер. Дайындалу жолы өздеріңіз көріп тұрғандай өте оңай және тез дайындалады. Бұл ингредиенттердің құрамымен менде шамамен 3 стакан шықты балмұздақ. Осылай ыдыстарға салып бірден ұсынсаңыздар болады, немесе тоңазытқышқа салып сәл қатырып алсаңыздар болады. Және одноразовый стаканчиктарға құйып, таяқ салып, қатырып жеулеріңізге де болады. Егер одноразовый стаканчикке салсаңыздар, онда шоколадқа батырып, эскимо сияқты дайындауға болады. Бетіне шоколад немесе орехтарды себуге болады. Мен грек жаңғағын септім. Осындай өте әдемі, дәмі де өте нәзік, сондай ауызға салғанда еріп кететіндей болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған слушаш ас болсын.